Мен 8-ші сынып оқушысы Сайдахмет Жания. Жанис Захиевтің «Айдағы жасырынбақ» әңгімесінің мазмұнын баяндайтын боламын. Айдағы жасырынбақ. Жаңа оқу жылының алғашқы қоңырауы. Айнадай таза, жарық класс бөлмесі көңілімізді сергітіп жіберді. Жазғы ұзақ каникулдан кейін бір-бірімізді сағынып қалыппыз. Бір кезде есік ашылып, Гүлайым апай кіріп келді. «Сәлеметсіздер ме, оқушылар?» деді. «Сәлеметсіз бе, Гүлайым апай?» Гүлайым апай орындығына жайғасып, біздің жүзімізге бір қарап қойды. «Ал, жағдайларың қалай? Жазғы демалысты қалай өткіздіңдер?» деді. «Жақсы», дедік біз көңілді үнмен. Ендеше алғашқы сабағымызды соған арнаймыз. Кім қайда болды, не көрді, не түйді деген сұрақтар қойды. Біз бір-бірімізге қарап жымиып қоямыз. Сол кезде Жантемір: «Апай, жазғы каникулда мерген планетолог әкесі ертілеспен бірге айда болып қайтыпты. Олармен бірге Сартай да барыпты. Солар айтып берсін не көргендерін» деді. «Бұл жақсы жаңалық екен», деді апай елең етіп. «Қане, мерген, Сартай, айдан не қызық көріп қайттыңдар?» «Онда ештеңе көрген жоқпыз», деді Сартай жақтырмағандай Жантемірге бір қарап қойып. «Айда біз жасырынбақ ойнадық», деді. Бәрі күлді. Гүлайым апай да сәл жымиып алды. Класс тынышталған соң мен апайға: «Жасырынбақ ойнағанымыз рас, бірақ ол жердегі жасырынбақ емес. Мен бәрін айтып берейінші», дедім. «Біз айға ғалымдардың арнайы кемесімен бардық», деп бастадым мен әңгімемді. Жермен екі арадағы геосинхронды, геостанционарлы деп аталатын айналым жолдарды артқа тастаған соң қонуға дайындалдық. Отырған орындығымызды тікейтіп белдігімізді байладық. Ай бетіне табан тіреуге жақын қалғанымызда қараңғы дүниеден денеміз түршікті. Өзіміз тани білетін дауыл мұхиты, жаңбырлар теңізі, дағдарыс теңізі делінетін сусыз ойпаттар мен аттары есімде жоқ шыпырлаған қазан шұңқырлар қарайып көзге шалынды. Қала шамдары жымыңдамады. Көп кешікпей кемеміз ай бетімен жанасты. Біраз жылжып барып ғарыш айлағының алдына тоқтады. Сыртта бізді арнайы көлік күтіп тұр екен. Соған мініп ғалымдар үйіне жеттік. Көкем, Сартай, мен үшеуміз бір пәтерге орналастық. Сол бір сәт екеуміз үшін әлі қорқынышты. Өзіміз жатқан бөлменің үлкен терезесінің сыртындағы ай термометрі 200 градус суықты көрсетіп тұрды. Сартай екеуміз көпке дейін көз іле алмадық. Тіршіліксіздіктің нағыз көрмесі де сонда екен. Пәтердегі жылу жүйесі сөнсе, әп-сәтте мұз болып қатып қаламыз деп те қорықтық. Айдағы таңның атуы, күннің көтерілуі ұзаққа созылды. Күн өзіміз жерде жүріп қарағанда батыс жағы дейтін оң жақ шетінен дағдарыс теңізі жақтан шығады екен. Айда ол шығыс жақтан. Ондағы жарты күн жердегі 2 аптаға тең, оны бәріміз де білеміз. Біз жерден өлара қарсаңында аттанғанбыз. Өлара кезінде ай күн мен жердің арасында болады ғой. Сөйтіп ол күнмен қабат шығып бірге батады. Ал бірер күннен соң ай күннің сол жағына өтіп жердің батыс жағынан қияқтанып көрінеді. Біз оны жаңа ай туды дейміз. Ал сол кезде айда шын мәнінде таң атып күн шығады екен. Сартай екеуміз қазақ халқының оны ежелден-ақ дәл білгеніне қайран қалдық. Жер есебімен 2 тәулік өткенде қалашық орналасқан аймақ жарықтанды. Біраз жердегідей емес. Тас қараңғы ғарыштағы күнге шағылысқан бір домалақ дененің бетіне сәуле түскендей ғана көрініс. Не көгілдір көкжиек жоқ, не аспанды шарпыған әсем бұлт жоқ. Күннің сәулесі де шашырамай қалған. Көз қарықтырды. Күн сәулесі дағдарыс теңізін жартылай жарықтандырған кезде Сартай екеумізге сыртқа шығуға рұқсат берілді. Ал көкем бастаған ғалымдар зерттеу жұмысына әлдеқашан кірісіп кеткен. Назарымызды ай бетін дірілдете баяу жылжып бара жатқан зауыт бөлді.
Көкемнің түсіндіруінше, ол ай топырағынан оттегі және тағы басқа ай базасына қажетті технологиялық заттарды өндіруге арналған. Жер бізге қара аспанға іліп қойған шыны шар тәрізденіп көрініп тұрды. Оның бірінші ширегі толуы, соңғы ширегі әрбір 24 сағат сайын айналып келе жатты. Алғашқы кезде оған қарай беретінбіз, бірақ кейіннен көзіміз үйреніп кетті. Сөйтіп арнайы жеңіл комбинезон, аяғымызға салмақ ауырлатқыш бәтеңке киген біз серуенге шықтық. Айдың ылғалданған құм сияқты топырағына ізімізді батырып, кейде балалығымыз ұстап кетіп, әрі-бері жүріп, ізімізбен сурет саламыз, атымызды жазамыз, әйтеуір бір ескерткіш жазып қалдыруға тырысамыз. Күн мейлінше баяу көтерілген сайын қазан шұңғырлардағы көлеңкелер қысқарғандай болды. Бірақ онда көлеңке мен күн сәулесі біреу-ақ, қара бояумен бояп бөліп тастағандай екі бөліктеніп тұрады. Ай беті баяу болса да қара бояудан жуылғандай елеусіз өзгереді. Әлгі жылжымалы зауыт автоматтар алдымызда ап-анық көрінеді. Аяқ астымыз қуыс шардың үстінде тұрғандай қатты діріл қағады. Ай бетінде қазан шұңғырлардың көп екені бәрімізге белгілі. Біздің қалашық орналасқан Дағдарыс теңізінің тегіс деген жерлерімен жүрдік. Сөйтіп шағын бір шұңғырға тап болдық. Ол оншалықты терең емес екен. Қарайған көлеңкесі де болса да, бір жағына жантайып қара тушы төгілген сауыттай болып жатыр. Сол кезде мені шұңқырға түсіп бір байқасам қайтеді деген әуестік биледі. Содан абайлап шұңқыр ернеуіндегі тастарға аяғымды тіреп, қолыммен де ұстап ішіне түстім. Сартай сыртта маған бір жағдай болғанда қол ұшын беруге әзір. Шұңқырдың іші әжептәуір үлкен, кең әрі тегіс еді. Мен көлеңкеге ендім. Сол-ақ екен, комбинезонның сол жеңіндегі термометрдің түтікшесіндегі қызыл түсті сынап төмен қарай жылжи бастады. Денемді суық алғандай күй кешіп, сол кібіртіктеп қалдым. Айдың күн сәулесі түсіп тұрған жағы өзінше бір бөлек дүние сияқты. Төбемде әлгінде қалған көмескі көрінген жұлдыздар жыпырлайды. Мерген, ей мерген деген хабар жетті. Шыны дулыға ішіндегі дыбыс қабылдағыштан. Мен жалт бұрылып жоғары қарадым. Ойыма Сартай бірдеңе ұшырады ма деген күдік келген еді. Қарасам, ол көз алдын оң алақанмен қалқалап біреуді іздеп тұр екен. Мені көрмейтін сияқты. Не болды саған, Сартай? Кімді іздеп тұрсың? Әлде көзіңе бірдеме елестеді ме? Дедім. Жоқ, көзіме ештеңе елестеген жоқ, деді Сартай. Мен сені таппай тұрмын. Таппағаның қалай? Мен ешқайда кеткен жоқпын. Көлеңкеге енген бойда зым-зия болдың, деді ол. Ал сен менің көз алдындасың. Көлеңкеден шықшы, деді енді Сартай. Жарайды, қазір. Мен көлеңкеден шықтым. Сартай мені жоғалтып тапқандай қатты қуанды. Шұңқыр ернеуіне шыға бергенде қолымнан тартып алып құшақтады. Енді сен түсіп көрші, дедім мен. Одан да жердегі сияқты жасырынбақ ойнасақ қайтеді, деді Сартай. Қалайша? Не қалайшасы бар? Сен іздеуші, мен жасырушы боламын. Көзіңді жұмып елуге дейін сана, содан соң іздей бер. Жарайды, ойнасақ ойнайық, деді мен. Санап болған соң көзімді ашып іздей бастадым. Жым-жырт. Мына жүрген жылжымалы зауыт автоматты жүйелер де алыстап кеткен. Шұңқыр ішін әрі-бері қарап Сартайды көре алмадым. Сартай, Сартай, қайдасың? Көріп тұрған жоқпын, дедім енді өзімде үрейленіп. Мұнда тұрмын ғой, деді ол мәз болып. Артынша кең күлген микрофонды қырылдатып жіберді. Мен де күлдім. Айда серуендейміз деп бір-бірімізді жоғалтып алсақ деген ой келе бастады. Әрі-бері қарап, ойын бітті, Сартай. Мен жеңілдім, шыға бер, дедім. Қазір, деді ол. Бір мезетте Сартай көлеңкенің шетіне шыға келді. Ол шұңқырдың ернеуіне жеткенде қайта жоғалтып алардай қолымнан шап ұстап алып өзіме қарай тарттым.
Сөйтіп ешқашан ойымызға келмеген жасырынбақ ойынын ойнадық. Кешікпей ай табиғатын зерттеу жұмысын аяқтап көкем келді. Тамақтанып болғаннан кейін пәтерде отырып екеуміз жаңағы көрген қызықтарымызды айтып күлдік. Бұл күлкілі емес, деді әкем терезеден тіршіліксіз ай табиғатына қарап отырып, көлеңкенің қоюлығы айдағы атмосфераның жоқтығынан. Күн жүйесі алғаш қары шаң тозаңынан пайда болғаннан кейін ғаламшардың тіршілікті жағдайға көшу кезеңдері бірдей өткен. Мұнда да бір заман тіршілік қайнап жатқан. Дамудың жоғары шегіне жатқан айдың саналы тіршілік иелері атмосфераны ластаған, оның ыдырауына әкеліп соқты. Ай беті жалаңаштанып, шектен тыс қызып, жасыл желек біткен қурап, бұлақ, көл, теңіз бен мұхит, улы аспан уланып ғарышқа ұшып кеткен. Қиыр ғарыштан қаңғып келген аспан тастары ғаламшардың бетін әжімге толтыра берді. Ай беті жыпырлаған қазан шұңқырларға толды. Ғаламшардың күнгей жағы құрғап, түнгі жағындағы ішкі суы мәңгілік мұз болып қатып қалды. Ай өз өсінен айналуын мейлінше баяулатты. Біздің ғылыми зерттеуіміз осыны дәлелдейді. Әкем мән-жайды Сартай екеумізге түсіндіріп болған соң кішкене ойға батып кетті. Біз үлкен терезеден сыртқа көз тастадық. Ай аспанында мен мұндалап әсем жеріміз көрініп тұрды. Бір кезде Сартай: «Енді мұнда жасырынбақ ойнамайықшы», деді. «Жарайды, енді ойнамаймыз», дедім мен, іле қостап. Онан да ана көрініп тұрған жеріміздегі атмосферамыздың, гидросфера мен биосферамыздың тазалығын ойлайықшы. Табиғаттың болашақ тазалығы сендердің қолдарыңда, деді сол кезде көкем Сартай екеуміздің сөзімізді тыңдап болып. Достарыңа да түсіндіріңдер мұны.